Сәлем қыздар. Бүгін мен сіздерге астарлы бомбердің тігілу жолдарын көрсетемін, мастер-классын. Сабақ 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде біз выкройкамызға өзгерістер енгізіп, астарын жинаймыз, ал екінші бөлімде үстін және астарын қосамыз. Бомберға выкройканы мен шкатулка сайтынан алдым. Ссылкасын описание қалдырамын. Негізгі матаға вельвет. Алдыңғы сабақтарда осы матадан белдемше тіккен болатынбыз. Енді үстіне бомбер тігеміз. Және жұқа астарлы мата қажет болады. Сылдырма негізгі матаға түстес. Және де мақта маталы алдым. Астарға кішкене выкройкамызға кішкене өзгерістер кіргіземіз. Өңір және де жиек сызып аламыз, және де манжет. Менде өйткені матам созылмағандықтан манжетті өзім жасаймын. Ал енді выкройкамызды дайындаймыз. Выкройкамыздың бірінші бетінде бір мынандай суреттер бар. Сол суретке қарай пазл жинағандай жинаймыз каждый бөлшектерімізді. Әрбір парақта мынандай плюсиктар бар шеттерінде. Сол шеттерін сызғышпен сызып аламыз, түзу сызық етіп. Міне сызып алдым. Тағы да бір айта кетер жайт. Бұл тексеріс квадраты. Менде қазір бұл 3 сантиметр. Сол сантиметр дәл шығу керек. Аз емес, көп емес, дәл шығу керек. Сол кезде выкройкамыз дұрыс болып шығады. Міне бір сызықтың бір жағын ғана аламыз, сызған сызығымыздың екінші жағын қалдырамыз. Осылай желім жағып, немесе скотчпен жабыстырып өз бөлшектерімізді аламыз. Мен алдыңғы, артқы бой және де жеңді ғана алдым. Қалғандарын енді өзіміз жасаймыз. Қалтаның орнын және ұзындығын сызып аламыз. Мен 10 сантиметр деп алдым. Сіз өзіңіз өлшеп алыңыз. Балаңызға қандай ұзындық ыңғайлы. Сызамыз қазір. Сызып алдық өлшемді. Енді үңірін, подбордты сызамыз. Подбордтым иықтан алып келіп түзу, алдыңғы бойдың бойымен түзу, осылай сызып шығамыз. Алдыңғы бойдың ортасында қайрылмайды ортасы. Біз өткен сылдырма саламыз ол жеріне. Енді артқы бойдың жиегін сызамыз, аптачкасын. Аптачкасын сызарда міне алдыңғы бойдың подбордтының иықтағы енін есептеп аламыз. Және де сол өлшемді міне артқы бойдың иығына өлшеп қоямыз. Сол өлшем бойынша жиегімізді сызамыз. Бомберіміздің етегінің манжетін пішіп аламыз. Ол үшін алдыңғы және артқы бойды өлшеп, 2 санды қосып, қосындыдан шыққан санды манжеттің ұзындығы етіп белгілеп аламыз. Ал енін өзіңіз қалағандай. Бұл киппен кетеді, қайрылған және бір дана керек болады. Ал жеңді де дәл солай. Міне менде 21 сантиметр шықты. Міне манжеттің ұзындығы 21 сантиметр. Ені қалағаныңыздай болады. Ал 2 дана керек. Одан бізге келесі жасайтынымыз бұл астардың бөлшектерін бөлек параққа көшіріп алу керек. Оған кальканы қолдансаңыз болады, немесе пленканы қолдансаңыз да болады. Ол строительдік материалдар сататын жерде сатады. Пленкалар өте ыңғайлы қолданғанға да. Міне мен барлығын көшіріп алдым бөлек-бөлек. Міне алдыңғы бойдың подбордын көшіріп алдым, және де жанын көшірдім. Бұлар астардан пішіледі. Алдыңғы бойым дайын. Енді артқы бой. Артқы бойда міне жиек, және де міне артқы бойдың астарының бөлігі. Жең, манжеттер бізге керекті, және де қалтаның қапшығы. Қалтаның қапшығын қалай? Біз мына жерде қалтаның ұзындығын сызған болады. Сол ұзындыққа 4 сантиметр қосасыз. Артығын сосын кесіп алып сызсақ та болады. Үлкендеу етіп алғаныңыз дұрыс. Тіккен кезде ыңғайлы болады өзіңізге. Және де біз тігіске қосымша тігіс берген жоқпыз. Қосымша тігіске 1 сантиметр береміз.
Бізде қалтаның жапырағы листочкасы дейді. Енін 6 сантиметр деп аламыз. Ол ұзындығын біз мына жерде қалтаның ұзындығына 4 сантиметр қосамыз. Сонда мен қалтаның ұзындығы 10 сантиметр болса, менің листичкам 14 сантиметрден артығы мен алдым. Мен артығын кесіп алып тастаймыз. Мына біздің белгілеген жерімізден ине шапшық инемен лаққамен осылай етіп сосын аударамыз. Аударып не ине шыққан жерімізді фломастермен былай белгілеп аламыз. Белгілеп алған соң бұның бәрін шығарамыз. Шығарып мына жерге біздің көмекші насечкамызды қоюды да ұмытпаймыз. Осылай түзулеп сызып аламыз. Қалтамыздың келесі бізде манжет низа. Бұл негізінде бір штук болу керек. Бір тал болу керек, қайрылып. Мына жерде сгибімен қайрылған болу керек. Менде мата жетпегендіктен менде 2 штук шықты. Міне арқа бойынымыз. Арқа бойын бір штук және де 2 рукава. Көмекші нүктелерімізді қоюды ұмытпаймыз. Енді тігуге өтеміз. Қалта тігу үшін мені қалтамыздан бір сантиметр қоямыз. Бір сантиметрден дәл осылай екінші жағына да сызып аламыз. Екі жақтарына да сызып алдық. Енді бұны артқа қаратып, 2 нүкте бар, соған біз ұзыннан түйеміз. Түктедік. Енді аударамыз. Қалтамызды тігеміз. Ол үшін біздің тайкамызды қойып, маған жеткізбей қойып, біз мына белгіні былай етіп қоямыз. Және де мына жерден 1 сантиметр ара қашықтықта тігіп шығамыз. Мына жерде тігіп алдық. Ендігі жасайтынымыз бұл негізгі матадан тігілген қапшықты тігеміз. Осы жерге негізгі матаның оң жаққа қаратып, бұнды да дәл солай қойып, осы жерге дейін тігеміз. Ара қашықтығы 1 сантиметр болу керек. 1 сантиметр. Осылай сызып аламыз. Солай тігісті мына жерден закрепка қойып тігеміз. Закрепка қойып тігеміз. Екінші жағымен де дәл солай істейміз. Тігіп болдық. Қалтасын тіктіп, асықтан мына жерге дейін. Мынаны да солай тіктік. Енді мына жерден 1 сантиметрден бөліп шығамыз. Былай үшбұрыш жасаймыз. Сол сияқты екінші жағында солай етіп шығамыз. Енді қайшыменен алып, екі ортасының астындағы матаны түйіп жібереміз. Кішкене осылай. Осы бойынша үшбұрышымызды түйіп аламыз. Тігісті былай. Кішкене жетпейміз тігіске. Мына жағынан солай.
Дәл сол сияқты барлығын сөйтіп шығамыз. Енді тесікті қайырамыз. Сол сияқты мынаны да ішке қайырып саламыз тесігімізді. Жақсылап түктеп жібереміз. Қазір біз көктеп шығамыз. Ауыз жағын топқа тіккен кезде мына жағы бүйтіп ашылып немесе былай етіп қалмау үшін, сондықтан уақытынша көктей тұрамыз. Әдемілеп қойып көктеп. Болды. Енді матамыздың міне екіншісінде көктедік. Енді үстінен жақсылап барменен үтіктеп шығамыз. Міне үтік бастық, жақсылап үтік екі жағына да бастық. Енді біз мына подкладты алып осылай сосын артық жерлерін қиып алып тастаймыз. Ол ешқандай да емес. Так, мына жерден 7 мм. Мына жерден тігіс жүргіземіз подкладымызға. Екі жағынан да солай істейміз. Міне тігіп екі жағынан да подкладымызда. Ендігі жасайтынымыз бізде ол мына үш бізден мына жеріміз қыртысымызды былай ашып, былай ашқан кезде тігіс мына жерге түсу керек. Сол сияқты тігісіміз осылай тігіп аламыз. Мына жағын былай етеміз. Қиғаштан көкселеді, өйткені біз қалтамыз қиғаштан келгендіктен. Бұл жерде де тігісті мынау тұр ғой былай мынау жақтың көмегімен тігіс түседі. Тігіп төрт жағында солай мынаны солай тігіп шығамыз. Мына ұштарымызды тіктік. Тігіс түседі мына жақтан, мына жақтан түседі. Енді қалтамыздың артықтарын қиып алып тастаймыз. Арт жақта. Ол үшін аударамыз. Бізге керек емес жерін біз өзімізге керек жерін осы жерден тігіс тігіп осылай айналып тігіп шығамыз. Ол үшін былай алып, былай істеп айналдырып тігеміз. Ал мына жақта болады. Сол кезде мынаны ғана айналдырып тігеміз. Тігіп алдық, айналдырып. Енді керек емес жерлерін қайшымен алып тастаймыз. Айналдырып. Болды. Біздің қалтамыз дайын. Бұл ойық жапырақты қалта деп аталынады, прорезный карман. Сол сияқты екінші жағына дәл солай етіп шығамыз. Қиып болдық. Енді біздің қалтамыз дайын. Мынаны алып тастасақ та болады. Артқы бойменен біздің мынау жиегіміз бар, біздің астарымыз. Осы екеуін былай қосып тігіп алу керекпіз. Ол үшін бізге мынаны оң жағына қаратып, айналдырып, келтіріп, осылай тігіп шығамыз. Сол кезде бұл былай өтіп тұрады. Қазір соны тігіп келеміз. Тігіп болған соң үстінен үтік басамыз. Дайын. Ендігі біздің істейтініміз артқы жағын жинаймыз. Дастарымыздың алдыңғы бойын жинаймыз. Борттарымызбенен алдыңғы бойдың жанын айналдырып, ол үшін оң жақтарынан етіп айналдырып тігіп, сосын үтіктеп шығамыз. Осылай болады. Екінші жағын солай тігіп үтіктеп шығамыз.
үстіне тіктеп мына жерінен декоративтік тігіс түсірсеңіздер де болады, бірақ мен түсірмеймін, осылай. Жақсы. Енді не істейміз? Енді осыны осыға қоямыз. Арқа бойының астарын алып, иықтарымызды қосамыз. Иығымыз бір-біріне сәйкес келу керек. Олар сәйкес келу керек. Осылай екі иығымызды да тігіп шығамыз. Иықтарымызды қосып тіктік. Қостық иықтарымызды. Ендігі бізде тігетініміз ол тігісімізді екіге айырып түктеу керек негізінен үстінен. Енді біз рукавамызды тігеміз. Рукавамызды екі жағына айналдырып тігіп шығамыз. Ол үшін бізде міне насечкамыз бар. Сол сияқты бізде мына жерде де насечкамыз бар. Соны көмекшімен бізде сол екеуін бізге тігісу керек. Бұлақтарын жаздырып шығамыз. Және де бізде мына жерде насечкамызбен біздің мына жеріміз сәйкес келу керек. Иықтың тігісі оның арасын массажымыз етіп дәл осылай рукавымызды тігіп шығамыз. Және де екінші жағын де дәл солай тігіп шығамыз. Астарын тіктік, рукавасын тіктік, дұрыстап. Рукавасын. Енді мына бұрышқа дейін тігіс салып шығамыз. Екінші жағымен де дәл солай. Мына жерден тігіс саламыз. Мына жерден тігеміз, сосын мына жерден тігеміз. Ал мына жері кішкене ашық қалады былай. Ашық қалады. Біз бұны сосын оңға аудару үшін, ал қалған жерлерін қолтық тігістерін жайып аңа түзу тігіп шығамыз. Тігіп шықтық. Және мына жерде кішкене тесік қалдырамыз. Сосын оған бәрін аудару үшін астарымыз дайын.